Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін менің каналымда өте пайдалы видео. Торт пісіруші қыздарға ең қажетті құралдармен таныстыратын боламын. Бізге ең алдымен осындай таразы қажет. Себебі торт пісіргенде біз көз мөлшермен салу немесе қасықпен өлшеп салу деген секілділер торт пісіруге жүрмейді. Яғни әрбір грамм біз үшін өте маңызды болып табылады. Сондықтан да осындай таразы өте қажет десек болады. Келесі бізде ең қажетті нәрсенің бірі бұл бізде миксер. Яғни миксер бұл торттың түрлі кремдерін жасағанда немесе корждарын араластырғанда бізге өте үлкен көмегін тигізеді. Бұл миксердің сапасына қарай бағасы да әртүрлі болып келеді. Жалпы өзіңіз үшін немесе жақындарыңыз үшін үй жағдайында жасайтын болсаңыз, орташа деңгейдегі миксерді таңдап алсаңыз болады. Ал егер заказға қабылдаймын, тағы да басқа мақсатта пайдалансаңыз, онда сәйкесінше қымбатырағын, сапасы өте мықтысын алғаныңыз дұрыс. Келесі бізде айналмалы стөлше. Бұл да бізге аса қажетті құралдың бірі торт пісіруші үшін. Менде мына жері кішкене сынып кетіпті. Енді бұған тортты біз қойып, үстіне тортты тегіс етіп, әдемі қылып жинау үшін бізге бұл таптырмас көмекші десек болады. Мынадай шпатель арқылы біз торттың шетін тортты осыған қойып, осы стөлшенің үстіне қойып, біз тортты тегістеп жинап шығамыз. Міне осылай айналдыра отырып. Бұл да негізі торт пісірушіде болуы тиіс. Келесі бізде мынадай шпательдар. Осы шпательдар арқылы біз тортқа кремді жағып, одан соң оның бетін осылар арқылы тегістеп түзулеп аламыз. Яғни бұлар да біз үшін өте қажет құралдардың бірі. Креміміздің тегіс жағылуы үшін таптырмас көмекші десек болады. Және де мынадай пластмасс түріде пайдалануға болады. Келесі бізде мынадай венчик және көріп тұрғандарыңыздай мынадай лопаткалар. Бұлар да аса маңызды емес, әрине қасықпен де пайдалануға болады, бірақ болса өте жақсы көмектеседі. Келесі мынау бізде торттың бисквитін пісіргеннен соң суығаннан кейін оны бөліктерге бөлу үшін қажет, яғни арнайы жібі бар, міне көрсетілгендей. Осы арқылы бисквиттарымызды бөліп аламыз. Келесі торттың корждарын немесе бисквиттарды жинауға, яғни тегіс жинау үшін көмектесетін осындай пленкалар. Бұл аса маңызды емес, алайда егер болса үлкен көмегін тигізеді. Міне мынадай кольцо қажет, және де осы кольцоға пленкамызды кигізіп тортты жинайтын боламыз. Бұл кольцо өте пайдалы, үлкейеді, кішірейеді, диаметрін анықтауға өте жақсы торттың диаметрін. Және бұл арқылы бисквиттарды пісіруге болады. Осы кольцоға салып, өте күшті, керемет көмекші. Міне қазір мен сіздерге көрсетемін. Міне осылай өзіңіздің қажет диаметріңізді осы жерден таңдап аласыз. Кольцоны осылай қысып қоямыз, жылжып кетпес үшін. Және жаңа айтқанымдай, осындай мынадай пленканы алып, ішіне кигізіп, торттарды осылай жинайтын боламыз. Міндетті түрде жаңағы осы стөлдің үстіне қойып, одан соң айналдыра отырып жинаймыз. Келесі бізде мынадай пленка дейміз бе, енді бұған біз кремдерімізді саламыз. Мынадай насадкалар қажет. Бұлар осы пленканың ішіне насадкамызды салып аламыз. Осылай салып аламыз. Одан соң кремімізді құямыз. Мына жерге кішкене түбін тесіп жіберіп, біз кремімізді әдемілеп жайып шығатын боламыз. Міне осылай. Енді насадкаларға тоқталсам, әрине басында біз үшін көп насадка қажет емес. Артынан кейіннен тортпен шынайы түрде, нақты түрде айналысып жатсаңыз, онда көбейте беруге болады. Міне мынау мысалы бізге ең қажет насадкалар.
яғни базовый насадкалар десек болады. Одан кейінгі келесі бұл бізде шоколадты ганашты торттың бетіне құйған кезде, яғни өте қажет. Міне мынадай осылай шоколадты құйып аламыз да ішіне, одан соң тортты айналдыра отырып тегіс етіп құйып шығамыз. Келесі бізде красительдер, түрлі түсті красительдер. Бұлар да бізге көмегін тигізеді. Түрлі түске бояймыз кремдерімізді, корждарымызды да бояуға болады. Бұлар енді қосымша құралдар, аса маңызды емес, бірақ қажет құрал десек болады. Мынау бізде өлшейтін қасықтар, арнайы өзінің өлшемдерімен бірге. Алайда бізде егер таразы болса, весы болса, бұлар аса маңызды емес. Сонда да егер болса пайдалануға болады. Видеоны қорытындылай келе бізге миксер, таразы және мынадай стөлше және мынадай шпательдар қажет. Және мынадай кольцо, яғни осы нәрсе аса маңызды бізге торт пісірушіге, ал қалғандарының барлығын кейіннен өзіңіз ақырындап көбейте берсеңіз болады. Яғни ең басты нәрселер осы 4-5 нәрсе торт пісіруге ең қажет құралдар болып табылады. Видео пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Және алдағы уақытта қандай видеолар көргіңіз келеді, осыны да видеоның астына комментарийға қалдыра кетсеңіз, мен барлық комментарийларды оқып, міндетті түрде жауап беретін боламын. Назарларыңызға рахмет. Видео өте пайдалы болды деген ойдамын сіздерге. Менімен бірге менің каналымда болғандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет.